Қоңыр сиыр күннен күнге іші жер сыза үлкейіп, көзінің ағы молайып аларып, пыс-пыс етіп есіктің көзінен кетпейтін боп алды. Үйден қайсымыз шықсақ та ыңырана мөңіреп қолымызға қарайды. Тұмсығын созып иіскелеп жем тілейді. Өзіміз шықпа жаным шықпа деп отырғанымызда, арпа сұлыны қуырып, әр түйірін таңдайымызға сап талшық етіп отырғанымызда, оған қайдан жем берелік. Соңғы кезде шөпті де ертелі-кеш қора төбесінен уыстап қана түсіремін. Әжем болса, балам, алдымызда қандай күн бар, шөбіңді үнемдеп ұста, әлі мал төлдегенде керек болады деген еді. Сондықтан уыс санап түсірген шөптің өзін бірде малдың алдына тастамай, сабанға араластырып беріп жүрдім. Қоңыр сиыр да, екі ешкі де қалың сабанға араласып кеткен шөптерді теріп жейміз деп тінтінектеп жүріп, сабаннан да біраз жеп алады. Мен соған қуанам. Әйтеуір қаңтарылып қалмай, сабанда болса жей берсін деп қоямын. Қоңыр сиыр мен екі ешкінің сабанды үңгілегендеріне қарап тұрып, Петька сулы талқанға бидай талқанды араластырып жегендей болған шығар деп күліп алатын. Одан соң шөпті неге көбірек салмайсың дейді де мені сараңсып тұрғандай көретін. Көп салуға болмайды, шөп аз деп қоямын. Ей, былтыр жазда пішен кезінде Нәзира әпкең екеуің ертеңді кеш жүріп бір қысқа жетерлік шөп шауып едіңдер ғой, олар қайда кетті? Бітіп қалды ма? Жоқ, біткен жоқ, ол шөп өзімізге бұйырмай тұр ғой деп, мен қоғалы бұтақтағы шөбіміздің жайып айтқам. Сен өзің қызық екенсің, бар шөптен күдеріңді үзіп, деді Петька мені жазғыра сөйлеп. Жарайды, колхоздың қорасына түсірілген шөбіңді ала алмай-ақ қой, ал қалған шөбіңді неге түсіріп алмайсың? Не мен түсірем? Тұржан тұрғанда колхоздың шанасына жолатпайды деп қойды. Колхоздың шанасының керегі де жоқ саған. Ол Тұржан мен Байдалының қайтесің, жаманатты боп. Шөбіңді біз өзіміз-ақ жеткізіп аламыз, деді Петька қызығынып. Немен? Қолшанамен? Оттоның отын тасып жүрген үлкен қолшана бар емес пе? Сонымен екеуміз барып әкелеміз, жеткенше тартып әкелеміз. 3-4 рет барсақ, бәрін болмаса да біраз шөпті жеткізіп аламыз. Қоңыр сиырдың сүтін ішкенде Құдай құрлымыз, сондықтан оның шөбін жеткізу парыз деп білейік. Сонымен Петька екеуміз Оттоның отын тартатын үлкен қолшанасын сұрап алып, демалыс күні Қоғалы бұлаққа бара жатқан шөпшілер Көлбай керең мен Манарға ілесіп алып жолға шықтық. Бізбен бірге Оттоның да барғысы келген, бірақ аяқ киімі жыртық болған соң амалсыз қала берді. Қоғалы бұлақтың қыста қандай болатынын көру керек еді. Мына аяқтың жарамай тұрғанын қарашы, деді тұмсығы сөгіліп, бұқаның аузындай боп тұрған шарығын шығарып. Ауылдан ұзап шығып төбе асқанша өгіз шаналардың соңынан жаяу ілесіп жүрдік. Шаналардың артына жармасып отыруға көріп қалса бәле болар деп Тұржаннан қаймықтық. Төбені асып, ауыл қарасы көзден таса болысымен-ақ арттағы Манардың шанасына жабысып алғанбыз. Тоз-тоз болған боз тонының жағасына тұмсығын тығып алып, шанасына жантайған күйі көзін бір ашып, бір жұмып қалғып мүлгіп жатқан Манар ләм-мим дегенде жоқ. Тіпті біздің соңдарынан ілесіп келе жатқанымызды, бар жоғымызды елең қылардай емес. Бұрын адамға күлімсірей қарап, жылы тартып тұратын өңі де бір түрлі сұсты көрінді. Әнеу күні Тұржанның қамшысынан қалған көзінің астындағы көгілдір ісік әлі тарай қоймаған. Сол да өңін түнертіп тұрған сияқты. Рұқсатсыз отырдық па? Қалай өзі? Деп Петька күліп алды. Әрине, маған сөйлеген боп Манарға естіртіп қойды, бірақ Манар елең еткен жоқ. Біраздан кейін етіміз үйренген Петька екеуміз шананың үстіне жайғасып отырып еркінси бастадық. Манар бізді енді ғана байқағандай алара бір қарағаны болмаса, үндемеді. Оның үндей қоймағанынан тартынған Петька жоқ. Сәлден кейін тағы сөйледі.
Біздің Зоя үйде ылғи сені аузынан тастамай айтып отырады, деді. Осы сәтте ғана Манар көзі жарқ етіп басын көтеріп алды. Петька болса сөзін ары қарай жалғастырды. Бірге оқығандарыңда бір партада қатар отырыпсыңдар ғой? Иә, деді Манар күрсініп. Сені жақсы оқыды, деді Зоя. Арифметиканың есептерін тез, өте жылдам шығарады екенсің. Егер оқи бергенде керемет математик болады екенсің, деді. Иә. Бір рет мұғалім шығара алмаған мәселе есепті де сен шығарыпсың ғой? Иә. Мінезіңді қыздай, деді Зоя. Бетіне тура қарасаң қып-қызыл боп қызарып кететін еді, дейді. Есеп көшіру үшін балалар сенің қасыңа отыруға таласады екен ғой. Сонда біздің Зоя бәрін жеңіп шығады екен. Манардың қасына өзім ғана отыратынмын, дейді. Кластағы балалардың бәрінен төбелесетін. Тек Манар екеуміз тату тұрушы едік, деп айтты Зоя әпкем, деді. Иә. Манардың даусы біртүрлі дірілдеп, қыстығып шықты. Жалт қарасам, ол қалғып кеткенде көзін тарс жұмып алыпты. Көзінің астындағы көгілдір татқан ісіктің үсті жылтырап көрінеді. Жалғыз тамшы жас жол сызып бетінің ұшына қарай сырғып барады екен. Ойында ештеңе жоқ, самбырлап сөйлеп отырған Петьканы ақырын ғана түртіп, Манар тыңдадым. Петька оған аңыра қарады да тілін тістеп алғандай үнсіз қалды. Енді екеуміз де біртүрлі ыңғайсызданып, не боп қалды дегендей бір-бірімізге жалтақтап қалдық. Манарға ұрлана көз тастап қойып, теріс қарап үнсіз отырдық. Шана ақырын ғана жылжи берді. Табанын бір қалыпты қарап үнсіз отырдық. Таусылмайтын ыңырсу. Ыңыршақтары шыққан қабырғалар, арса-арса өгіздер аяқтарын санап басқандай ілбіп келеді. Жаяу-ақ жүрейікші, деді Петька бір кезде сыбырлап. Сірә өгіздерді аяп кетсе керек. Екеуміз шанадан қарғып түсіп, қатты қардың үстімен қатарласа жаяу жүрдік. Аспан ашық, әбден ысқылап сүртілген көк мөлдір шыныдай тап-таза боп төбеге төңкеріле қалған. Сәскеге көтерілген күнде ерекше маужырап тұр. Мынау қарлы далаға бүгін бір мейірі түскенде елжірей қарайды. Көптен үстеме жаумай сұр тартқан қардың үсті ескірген бәтестей сарғыштанып, қыраттар мен дөңестеу тастарды әр жерінен сетінегендей, яки тігісі сөгілгендей ақырындап жыртылып, астынан қара жер көрініп жатыр. Қыз көрпесінің тоза бастаған белгісі еді. Манардың шанасына ілесіп озып шыққан соң Петька қайтадан даусын шығарып сөйлеп: Мен жирен қасқаға айғырмын, ал сен құла айғырсың, деді. Сөйтті де қабағын түйіп, жирен қасқа айғыры болып кісінеді. Оған десе қабағымды түйіп құла айғыры болып жер тарпып мен де кісінеп қоямын. Бұл екі айғырдың екеуі де ауылдың мақтанышы. Күшті десең күшті, жүйрік десең жүйрік, екеуінің де адамдай ақылды қасиеттер туралы талай ғажап әңгімелер тараған. Небір ақтүтек борандарда да үйлерінің шашауын шығармай өздері қайырып бағып, ит құсқа жасаған айбат қарсылықтарын жылқышылар аңыз етіп айтып отыратын. Міне, Петька екеуміз сол екі айғыр боп кісінеп, жұлқына алға ұмтылып, екпіндесе желіп жүріп кеттік. Алдыңғы шанадан оза бергенімізде: Ей, сен екеуің қайда барасың? Деді бізді енді ғана көрген көлбай керең. Шөпке? Деді қосарлана дауыстап. Шөпке, деді Петька оның құлағына таяу айқайлап. Шөпке? Мына шанамен ба? Деп көлбай керең шанамызға саусағын шошайтып ап күлді. Пысқырма, деді Петька. Өзі өгізбен ілбіп келе жатқан жирен қасқа айғыр мен құла айғырға күледі ғой. Кәне, жер тарпып жүрелік. Сөйтті де өзі деп кісінеп оң аяғымен қатты-қатты қарды теуіп қап секіріп түсті. Оның істегенін мен де айнытпай қайталаған болдым. Қарсы алдымыздан жел есіп, құлшына түсіп келеміз. Маңдайымыз шерпіп, өңіміз алабұрта
қызарып етіміз қызып алғанбыз. «Хей, балалар!» деді осы сәтте Көлбай Керең соңымыздан дауыстап. «Онша алыс кетпеңдер, қазір қасқырдың адамға шабатын жаман кезі». Иә, Көлбай Кереңнің бұл айтқанына құлақ аспаса болмайды. Соңғы кезде қасқыр деген ауылды төңіректеп, шашау шыққан мал болсын, ит болсын жеп кететін. Тіпті адамдарды да шапқан, жалғыз жарым жолға шыққандарды жеп кетіптіміз деген үрейлі әңгімелерді естіліп жататын. Біз екпінімізді баяулатып, енді Көлбай Кереңнің шанасына қарайлас қапталдаса жүрдік. Көлбай Керең біздің шанамызға қарап қояды да, екі құлағына жете мәз боп күледі. Күлген кеңсіде онсыз да жап-жалпақ беті ет табақтай боп мүлде жалпайып, жегір көзі мүлде көрінбей сығырайып кетеді. Тек әлден уақыттан кейін ғана: «Ей, сен екеуің менің күлгеніме ренжімеңдер», деді езуін жимастан. «Мен сендердің мына тірліктеріңе риза болғанымнан күліп отырмын. Жарайсыңдар, үлкен жігіт бопсыңдар». «Рахмет, айтқаныңыз келсін», деді Петька. Не дейсің?» Петька шанаға таяп барып оның құлағына әлгі сөздерін айқайлай қайталады. Көлбай Керең мүлде риза болып күлді. «Ей, осы сен сарыдан түбі мықты азамат шығады», деп қойды. Содан соң өстіп Көлбай Кереңмен сөйлесе жүріп Қоғалы бұлаққа қалай жеткенімізді де аңғармай қалыппыз.